Демекситтің көптеген қасиеттері оны әрбір үй дәрі қобдишасында болуы тиіс құралға айналдырады. Бүгін біз бұл ерітіндіні қолтыққа не үшін жағу керектігін және демекситті қолданудың басқа да ерекше тәсілдері туралы айтатын боламыз. Демексит неге қабілетті, оны қолтыққа не үшін жағу керек, тағы нені емдеуге болады? Демекситтің қасиеттері. Бұл табиғи құралға 150 жылдан астам уақыт болды. Осыншама ұзақ мерзім өтсе де, демексит өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Препараттың басты артықшылығы оның буындар мен жұмсақ тіндердегі күшті қабыну процестерін басу қабілетінде. Екінші маңызды қасиеті микробтарға қарсы әсері. Демексит патогенді микрофлораның белсенділігін төмендетіп, түрлі іріңді жаралар, фурункулдар мен ойық жаралардың тез жазылуына ықпал етеді. Әрине, демекситтің танымалдығы оның ауруды басатын әсерімен де байланысты. Буын аурулары кезінде бұл қасиет аса маңызды, өйткені демексит қабынуға қарсы дәрілердің әсерін күшейтеді, ал кей жағдайларда тек осы ерітіндінің жергілікті қолданылуының өзі жеткілікті болады. Демекситті қолтыққа не үшін жағу керек? Бұл құралдың әдеттен тыс қолдану салаларының бірі шамадан тыс терлеуді және оның асқынуы болып табылатын гидроденитті емдеу. Бұл ауру кезінде тер бездері ұлғайып, ауырсына бастайды. Мұндай жағдай көбіне ыстық ауа райында жеке гигиенаның жеткіліксіздігінен, шамадан тыс терлеуден, сондай-ақ сапасы күмәнді дезодоранттарды қолданудан туындайды. Себебі мұндай дезодоранттар көбінесе тердің табиғи шығуын бөгеп, тер бездерінің өзектерінде қабыну тудырады. Гидроденит кезінде қабыну қатты болуы мүмкін. Сондықтан дәрігерлер әдетте асқынудың алдын алу үшін антибиотиктер тағайындайды. Ал демексит мұндай жағдайда қауіпсіздеу әрі арзанырақ құрал болып саналады. Демекситті қалай қолдану керек? Демекситті ешқашан қолтыққа таза күйінде жағуға болмайды. Оны міндетті түрде сұйылту қажет. Ол үшін 1 шай қасық демекситті 3 шай қасық сумен араластырыңыз. Бұл ерітіндіні шамадан тыс терлеуге қарсы жеткілікті. Ал егер гидроденит бар болса, осы ерітіндіге қосымша 2,5% гидрокортизан ацетатының 1 ампуласын және дәл сондай мөлшерде гентамицин сульфатын қосу керек. Егер бұл бейне сізге пайдалы болса, лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Біз көрермендердің пікірлерін әрдайым мұқият оқып, сіздерге қызықты тақырыптарды таңдауға тырысамыз. Осы қоспаға мақталы дискіні малып, қолтықтың астына қойыңыз. Үстінен пластырмен бекітіңіз. Мұндай компресті 1 тәулікке немесе түнге қалдыруға болады. Емдеу кезеңінде дезодоранттарды қолдануға болмайды. Бұл тер бездерін тітіркендіріп, демекситтің дезодорантпен араласып кетуіне жол бермеу үшін қажет. Демекситті қолданудың басқа да ерекше тәсілдері бар. Оның біріншісі, бұл құрал көгерген жерлер мен гематомаларды тез жазуға көмектеседі. Егер бетке қолданатын болсаңыз, демекситтің 10% ерітіндісін дайындаңыз. Ал денеге арналғаны 50% ерітінді болуы керек. Компресті 10-15 минутқа қояды. Екіншіден, безеулер мен терідегі түрлі бөртпелерді демекситтің 10% ерітіндісімен сүрту арқылы емдеуге болады. Үшіншісі, тромбофлебит кезінде демексит пен гепарин жақпасын тең мөлшерде араластырып қолданады. Бұл қоспа дәкенің астына бірнеше сағатқа қойылады. Төртіншіден, демексит ашық жаралардың жазылуына да көмектеседі. Бірақ бұл жағдайда оны гентамицинмен тең мөлшерде араластырып, жараға 5-7 минуттан артық қоймау керек. Бесіншіден, трофикалық жараларда 30% демексит ерітіндісіне малынған дәке тампонды жараға күніне 3 рет 10 минутқа қояды. Алтыншы, экзема кезінде таза демекситті суға тең етіп араластырып, сол қоспамен ауру тиген тері бөліктерін сүртеді. Жетіншіден, айтпақшы, буын ауруларын емдеу үшін 20% демексит ерітіндісін қолданады. Оны 40 минутқа компресс түрінде жағады. Ескеріңіз, егер демекситке аллергия болса немесе теріңіз сезімтал болса, препарат күйдіріп жіберуі мүмкін. Ондай жағдайда компрессті дереу алып тастап, жерді таза сумен жуу қажет. Демекситті 3 жасқа дейінгі балаларға және бұл препаратқа сезімтал адамдарға қолдануға болмайды.
Сондай-ақ бүйрек пен бауыр қызметі бұзылған адамдарға сақтықпен қолдану ұсынылады. Себебі демексид қан айналым жүйесіне тез сіңеді. Ал сіз демексидті не үшін қолданасыз? Оның әсері сізге ұнады ма? Бейне ұнаса, арнаға жазылып, жаңа видеолардан хабардар болу үшін қоңыраушаны басыңыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.